Sendік тұрғынлары біздің әбекенің Амангелді Діндінің атамекенінен Қарағанды облысы шет ауданынан келіп тұрған Дидар ханымды көрейік, қайсымыздың досына жақтары. Дидар ханым, Қарағанды облысы. Sözdün bası kerim edi, Musulman kubaladı erin onu, Alaştı 90'дағы kart deseniz, Kariyanı kadirlev kadidedi. Ultcanlı urpak çıkar ana dilde, Atana terim verse eriydedi. Ne bir zulmat körsedip kesapattı, 70 yıl kaza dedi, zariledi. Sonda da tunuğumdu laylatmagan, Alaştın arısları ağiledi. Ahmet Zertek bilgin ana dildin, Tamırı terin ketken tarihedi. Endi Allah dep allarında söz baslayın, Jetsudun jıyılganda jaziredi. Assalamu aleykum asıl elim, Akınның жалғыз досы тәнидегі әмигәгім. Ринат елге мәлім ақын болған, жырлары жарқыраған жасын болған. Осы мен екінші рет шығып тұрмын, мұның өзі білгенге ақыл болған. Семейде алғашы рет айтысқанда ағамыз әлде қайда басым болған. Қол соғып халқын саған жақын болған, айтқаныңның барлығын мақұл болған. Ауылың айтыс жасап жатқаннан соң бас бәйгені алуға хақың болған. Мен болсам жаңа шыққан жас бала едім, ал сенің Ринат деген атың болған. Ал бүгін Алматыда жолықтың ғой, Алатау маған қорған шатыр болған. Қарсы алдымда қалың ел қолдап тұрса, Дидардың кім шығарар атын жолдан. Баяғыдай жел өкпе жас бала емес, бауырында есейіп батыл болған. Тәуекел тары шықтым тартысқалы, адамға жүрек серік ақыл қорған. Ой Алла, бұдан несін сескенейін, қоянда қорқа-қорқа батыр болған. Біз өтірік болғанда бұлардан ғой, арманменен айқасу оларман ғой. Құлақ ақын атанып жастайынан Ринат талай топта туалған ғой. Қарсыласқан ақынды шақ келтірмей белдескеннің барлығын жығалған ғой. Менің де қос құлағым сенікіндей, өмірде әр адамға сыңар бар ғой. Біздердің бұл айтыста үлкеннен бар, онымды жиылған жұрт ұғалған ғой. Жеңілмейтін құлақты Ринатпен жұптауды жүрсін ағам құп алған ғой. Құлақты құлақ қана тоқтатады деп сеніменен әдейі шығарған ғой. Айтылған сөздеріңнің айқаяғы зор мәселе. Өзіңе кеп жүрмесін ол кеселі. Мынау бізбен Семейде айтысқанда не айтам деп жөн сұрағыш жолдас еді. Дидарының төмендеп қалмасын деп өзім дайындамын ғой сонда сені.
жүрегі жыламайтын жамандарға ерекше қуандым ау желтоқсанның 14-15-іне дәл алғанда. Бүгін тәуелсіздік күні отанымның, Құдайым гүл бітірсін қадамдарға. Және де өз анамның туған күні, қиналған мен адам болып жаралғанда. Өзімнен сұрайтын бақыт берші Құдайым осы екі анамдан да. Қос анамның мерекесі қатар келсе, хақым бар бақтым деп бағамдарға. Ағайын айтыңдаршы осыдан соң, менен асқан бақытты адамдарға. Алаштың тойланғанда 90 жылы, баланың шашу болсын қосқан жыры. Әрине бекер емес осы жерде бәріміздің басымызды қосқандығы. Ендеше дүбірлетіп тойлатайық, осы ғой талайлардың тосқан күні. Мәңгілік бол қазақтың тыныштығы, мәңгілік бол қазақтың бостандығы. Ей Алла, бір өзіңнің қолын деді, Қазақстан дейтұғын көш тағдыры айқаяқ. Берейін дидар деген кеңесерге, жарасар сені неге теңесем де. Батырды бәрекелді өлтіреді, мақтасаң айналады ересерге. Сен кеше дәу ағаңнан озып кеттің, керемет қылып жеңдің демесем де. Айтыс деген майданның тек үлготы жоқ, мықты бол келгеннен соң егесерге. Өйткені мен балғынбек емеспін ғой, басыңнан сипай салар не десең де айқаяғы. Біз болса осы айтыстың қасқалары, кезіміз жоқ тартыстан қашқан әрі. Бүгінгі қарсыласым дидар боп тұр, арманы Алатаудай асқаралы. Оның рас, айтыстан дұрыс айтыс, көңілің неменеден жасқанады. Әйтеуір мына жүген маған салғыш, айтыста бір жарқ еткен жас баланы. Олардың әңгімесі белгілі ғой, тегі қырам жоям деп басталады. Орта жолға келгенде тапырақта уәдесі айдалаға тасталады. Шабанаттай шабалмай шақырымда, өлеңінің сандығы бос қалады. Десе дағы өзіңді бір демейін, отырмын қадамыңды қостағалы. Айтыс деген ақ майдан болғаннан соң, ақынның жөн болады қашпағаны. Бүгінгі жастар өзі магнитофон, бір айтыстан аспайтын таспалары. Беймәлім бес ақынды әкелсе де, ринаттың бұзылмайды тасқамалы. Бестінің тайға бәйге бермейтінін, өр әттен көсінбей жүр ғой жастар әлі айқаяқ. Табадан қалған мұнда ұлы қыз бар, жұртымда жадыраған жылы жүз бар. Атарытып алыстан келіп отқан жанымызда инаттай жұбымыз бар. Қорықпай қасқырменен қапталдасқан біздің дағы жүректе түбіміз бар. Шаңыма ілеспейсің деп отыр ғой, дей алмаймын, оныңа мұңымыз бар. Осындай азулымен шығып отқан ағайын жайымызды ұғыңыздар. Бұл ринат Алматыдан бір джип мінген қолды соғып қошемет қылыңыздар. Қарқаралы тағы бір джип мінгізген
мен оғанда қошеметті қылыңыздар. Сіздердей қолдаушысы тұрған кезде біздерге соға қоймас суы қызғар. Зайтып келмек түгіл кім келсе де айтыста жығылмайтын туымыз бар. Екенін білмеймін, вақты көрсек жеңгіміз кеп тұратын жынымыз бар. Екі жеп тақымдаған мұны жеңсек, екі жеп биге шығар түріміз бар. Арқанен жайып отса дастарханын, бұл күнде тая қоймас бастан тағын. Әкем марқым айтысқа жүрерінде деуші еді, ешкімнен де жасқанбадым. Мойнымда осындай аманат бар, тайсақтап енді неге бос қорқамын. Жүрсің ағам сеніммен қосып отса, айтысудан несіне бас тартамын. Елемей қасындағы жас баланы менмін дейді, айтыста бас қалқамын. Жарайды сіз болыңыз бас қалқаным, мен ақ бола салайын жас қалқаным. Ағайын қолдаңыздар бас қалқаның, шығарып жіберейін тас қалқаным. Отырма баласын деп, тергегін деп, мақтымын деп, бұл жерде өрлегін деп. Ринатқа қайраттылық танып алсам, жиналған халық айтар ерлегін деп. Жығылсам нардан жығыл деген сөз бар, мен бірақ жығылуға келгенім жоқ. Өмірге бірінші боп келгенімен, мүйізден озған құлақ көргенім жоқ. Әр сөзің көрінеді ау мақтан көзге. Рина көрінесің аппал көзге. Анаңның туған күні құтты болсын, қуанған сенде ұлды тапқан кезде. Бірақ та әр сөзіңе абай болшы, өлеңнің шамшырағын жаққан кезде. Туған күн деп немене мәз боп отсың, туған тілің ойран боп жатқан кезде. Ана тіл маңдайдағы бағың боп тұр, бағың боп тұр, қазағым барың боп тұр. Қадыр ағам тілімен айтар болсақ, бетіңдегі ұятың арың боп тұр. Арыңды аяғына таптап тұрған заңындағы жетінші бағың боп тұр. Өз орысша сөйлесе таңдалмайсың, екі тілде сайрайтын ханың боп тұр. Қара қазақ алаң боп ана тілде, жаңа қазақ жат тілдің қамын жеп тұр. Өз тілін өгейсінген өскіндерің, өзегіңді өртеген жалын боп тұр. Біздің тіл тәуелсіздік алатын күн әлі де бұлдыраған сағым боп тұр. Мемлекеттік тіліңнің мәртебесі ресми тілден гөрі шағын боп тұр. Тіл жайлы комиссияның төрағасы Қажымханның баласы Кәрім боп тұр. Бір ауыз білмесе де тіл басқарған ол көкем асып туған дарым боп тұр. Ана тілімнің соры маңдайдағы Мәсімовтің бұртындай қалың боп тұр. Арманның тойға келген, жандарын жадыратам жайлап әнмен. 17 жыл тілімнің тырдық әлі жазылмай тұр, қанша жыл не тындырдық бай баламмен. Заңыңның сайқалдығы тілімізді тексіздерге телміртіп қойған әлден. Өзгеге жарысудан, жағынудан жарыс өтсе қазағым қара үзіп бәйгалармен. Жоғарыда жаңашы жандар отса тілімнің тұнық өстіп лайланар мен. Осқырына қарайтын өз тіліне мақтанасың төрдегі қайбаланмен.
Соларды кеп сайлаймыз басшы қылып, тіліңді асырардай айдан-әрмен. Әй бірақ тілмен келеді дей алмаймын, жаттап бір-екі ауыз сайрағанмен. Намыссызда зор сенім артып отқан қазағым, бұнша аңқау жай болар мен. Санасызға тіл бітпес сайлағанмен, қара суға май бітпес қайнағанмен. Бауырым тілден өсіп көтергенде, біздерге жарасады көтергенде. Қасындағы қарсыласы көп сөйлесе, біз сияқты амалсыз нетер пенде. Талқан етем дегенің осы ма екен? Сырласып әкеңмен де көкеңмен де. Бүгінгілер саясат жайын айтар, тілдерін безектетіп ет өлгенге. Қарағым аздау-маздау сөйлесеңші, өлеңде жетеді тек жетер жерге. Немене жарты айтыстың уақытын, аман келді аған сатып әпергенде айқаяға. Мен айтқан бар сырымды дидары бар, сырымды жинап алып сыйдағылар. Бауырым тіл жайында толғанасың, өзің жігіт болған соң иманы бар. Біздің тіл бір биікке жол алмаған, басына бақыт құсы қона алмаған. Тілдек кеткен алаштың арыстары, олардың арманы да оралмаған. Мәсімі емес біздің қазақ тілі, одан бұрын үкіметте де оңалмаған. Жоқ оған әй дегенде, қой дегенде, қубастар көп домалар той дегенде. Тілдің жайы байланысты бір-ақ жанға, бауырым құлақ түрсең ойлы өлеңге. Барлық қазақ қазақ тілді болып кетер, нұраған бір-ақ тілде сөйлегенде айқаяға. Бауырым азаймасын сыйлағаның, бойыңда болғаннан соң иман арың. Тілімнің түп тамыры ұлтым менің, тілден бұрын ұлтым үшін қиналамын. Біз бүгін кім алдында ақталамыз, мен жеткізген емес қой ақ барамыз. Айтайын ашты сырды алдарында, оны да бір ақиқат деп қараңыз. Демократия дегенмен Қазақстанда, оны қашан жүзеге, оған қашан қызмет атқарамыз. Сөз бостандық бар еді деп айтқанмен, артық ауыз айтудан сақтанамыз. Биліктегі шенеунік шенділерге мақтаулардың түр-түрін ақтарамыз. Айтам деп қанша оқталамыз, бірақ айтар кез келсе тоқталамыз. Ұзын сөздің қысқасы үкіметтің жіпке тартқан қуыршағы боп барамыз. Осындай күн кешетін сормаңдаймыз, сырттан келген көп жаудан қорғанбаймыз. Ана тілін заржылап жатса да, өзге тілде қарқылдаудан арланбаймыз. Бүгінгі күніміздің сыйқосындай, өзімізге бола аламыз
қорғанып қаймыз. Қазақстанда демократия бар, бірақ та біз оны әзіршеге қолданбаймыз. Айқай ағау. Емделді бір әзілге бөлетілім. Дидарға сауалым көп теретұғын. Дидар осы сен айтысты бастағанда денеме бір бермейсің неге тыным? Маған өзі бір түрлі көрінеді сенің секең ете беретінің. Секең еткенің аз болғандай анда-санда жерді де тебетінің. Шынымен түсінбеймін осы қимыл, бауырым не мағына беретінің. Ұятта болса айтайын айналайын, сол кезде ұқсап кетеді неге тұрмын? Сен тұп-тура тауықтан айнымайсың, аспан ұшып кеткісі келеді ғой айқай ағау. Екпінімді басу қайда? Менің айтып дидардан асу қайда? Тауыққа ұқсайсың деп ұшам деген, қалдырып отырмысың досың тойға. Айтыста құйрығымен сырғанақты ақтан бер арғы бабам шашу қайда? Бабамның жолымен жүрер болсам сендейлерден ағасы сасу қайда? Қазақтың бірін-бірі күндейтіні көрініп тұратын ай осындайда. Деймісің берген уақыт азаға қой. Деппеді мені біреу жазалап қой. Аман келді, уақытты сатып беріп. Қойған деп бұл баланы мазалап қой. Сатып маған әперген түгі де жоқ. Ол кісі елді ойлаған қазанат қой. Айтыстың уақыт емес ақындардың бақытын ойлап жүрген азамат қой. Үкімет елдің жайын реттеуші екен. Ол жақта көп сөз бергіш шеттен шешен. Кілеңмешкей биліктің төрінде отыр деп ойлайтын тек қарным тоқ болса екен. Халықтың малын жеген сол көкелер бір уақыт қамында жеп көрсе екен. Жемқорлық, парақорлық үлкен күнә, оны да дәлелменен дөп көрсетем. Халықтың көз жасынан қорқпайтындар Алланың қаһарынан сескенсе екен. Өздері жазаға да тартылмайды, оларға алдырмайсың сотпен секем. Өйткені біздің мына жемқор қоғам тек тұрады, тек қана көп берсе екен. Жазасыз өтемін деп ойлайтындар көпір ой күнә істен шектенсе екен. Бәрін естіп білуші хақтың барын түйсініп жетесіне жеткерсе екен. Өзекті жаңай дөңір бір өлім бар, осы жайға көңілді көп бөлсе екен. Бұл жақта құтылған мен ақыретте үлкен соттың боларын ескерсе екен. Аға берген тәлім қымбат, имандыны ағаның жолын қумақ. Ел иманға шақыр деп берсе Алла, өлеңге құлақ тұрсын елім бір уақ. Мынау енді
imanға шақырайық, имансызға ібіліс торын құрмақ. Алланың хақ жолынан адассаңыз бұралаңға салатын өмір жұмбақ. Жаралған жан болған соң ет сүйекпен санаңнан сызылмасын өлім бір уақ. Көңілі соқырларға о дүние емес алдамшы, мына жалған өмір қымбат. Алла емес ақшаның құлы болсаң, қияметте қарсалар небір зұлмат. Күн жеткенде хабарымыз көртігінде қу сүйегің саудырап, терін қурап. Бар жиған мал мүлігің опа бермей, артында қалар сонда қолың бұлғап. Нәңкір мүңкір алдымен сұрақ сұрар, тәніңді орағанда керін құндақ. Жауап таппай жылармыз сол уақытта, ешкім көмек бермейді қабір тыңдап. Ақыретте сұралар әр сауалға, сай болмасаң бақ емес сорың бұлнақ. Адамзатқа ақша емес иман керек, бұл жайды Құран кәрім мәлім қылмақ. Сондықтан жұмақ үшін жұмыс істейік, алданбай дүниенің боғын жырлап. Таратқан керуен етене көш, етене көш біздерге бөтен емес. Ла илаха илlallah Мұхаммадур Расулалла деуіңде бекер емес. Аға, сен намазға жығылсаңшы, жан емессің, ондайды еш келемес. Намазың сұралады ақыретте, өлеңің жұмақ жаққа жетер емес. Ай суып жүрді деп қолы тимей, ол жақта ешкім сені мәпел емес. Әйтпесе ақша беріп аққабатын, әзірейіл парақор көкек емес. Қаншама келгенмен асау болдым, орынын білереңді шашар жердің. Оның рас намазға дайындалып, амалын бұл дүнияның жасар ермін. Қазір жүрмін жұманы бір тастамай, бұрын рас қонып басмасаң болдым. Алла жазса 5 уақытта оқырмыз ау. Адаспай ізін тапсам қосар жолдың. Әйтпесе сен бауырым бір-ақ күнде тақуа болып кеткен жанды қашан көрдің? Ай аяқау, ай ішіңе сырың кеткен қолым қалай? Бауырым өзің едің жөніп қанай. Маған хақтың жолын жүр түсіндіріп, достарым жанашырын жорып талай. Кенденің барамалы Алла жолы, бармайсың оны көзбен көріп қалай. Бірақ бұлар шыға салып соны айтатын, шектерінен ақылшы болып тағай. Ол жаққа өзім жауап беремінім, мен үшін ешқандай да қорықпағай. Жүргізіп әрмен қарай жүр көшін көп. Қайтеміз інім бірде бір кесілдеп, сен маған күн дедің деп өкпелеме. Естілсе біздер айтқан сын тосын бол. Біз жылатып айтамыз бар мініңді, сыртыңнан дұшпандарың күлмесін деп. Інілер көргендерін айтады екен, ағалар айтады ғой білгесін көп.
келешекте қалайтыным. Бүгінгі бауырларда жауаптайын, әр нәрсені мысалмен орайтұғын. Бұрын бізге ағалар ақыл айтса, белгіледі дұрыс деп санайтұғын. Бүгінгілер ақыл айтсаң шапылдағыш, не керек деп бетіңе қарайтұғын. Ай, болсақ біз ақын деген аққа лайық. Бабалар аманатын атқа лайық. Қазақ деген тіл шешені деп айтады. Осынау үлкен сөзге шақ болайық. Сен айтқан дүниенің жоғы емес, бүгінгі қазақ жоғын ақтарайық. Алаштың 90 жылы болғандықтан, оны айтпай немізбенен мақтанайық. Айтайын ақпаратты бүгіннен дейін, тірлікте кеткен жаман түгіл көрмей. Баласын бар қазақтың бір оятып, алашы меді қайта тірілгендей. Бірақ та бүгінгінің мықтылары алаш десе болады кідіргендей. Ай сайын айқасып жүр небір ғалым, бір-бірімен тістесіп тыным, бір-бірімен тістесіп тұғыр бермей. Кандидаттық атақты қорғау үшін бәрі де қате сөйлеп мүдіргендей. Ахметті ақтау үшін сәкенімді жамандап айтпай жатыр күбірнендей. Деген соң Мұхтар жақсы сәбит жаман, боласың қай ауызға үңілгендей. Бәрінің қолында бір тарихы бар, шайтанның қолыменен тігілгендей. Сталин заман өтіп кетсе дағы, алашқа әлі жатыр тыным бермей. Алашың мәңгі ұраның бағырысың, елімнің ерлігінің жалынысың. Сондықтан ғалымдарым ойланса екен, сол кезде артар оның қадірі үшін. Арыстарға күйе жақпай тоқталса екен, тірлікте жалған атақ алу үшін. Келешекте көрсетсін мінсіз тарих, ұрпақтың жүрегін дөп жағу үшін. Ай, өкпелеме қойды деп қайда сауал. Жан едім ағамызға ой қосалар. Ол жақта жауапты өзім беремін деп, бұл ағам сахынада бой тасалар. Ақыреттің сынағы айтыс емес, ауызға келген жауапты айта салар. Болмасын кеңесімнен кесір құны, оны білер жан едің едің тірі. Осы менен орыннан қозғалайық, бірге барып оқиық екінтіні. Ақынның болса егер қотыр тілі, тозаққа апарады ақыр түбі. Бұл жетпегекті басқарған, ар жағында тұрған Дидар Қами Қараман болсын. Сара, Рахмет, Ақшанапай, Димақ, Зайытып, Семей, 19, 29, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9.